Шығыста балық шаруашылығын дамыту қарқын алды. Бұрынғы қирап қалған тоғандар мен уылдырық шығарып шабақ өсіретін кешендер қайта құрылуда. Қазір өңірде мүлде болмаған балықтың бірнеше түрінің шабақтары су айдындарына жіберіліп жатыр. Бұл осы салада талай жылдан бері еңбек етіп жүрген ғалымдар еңбегінің нәтижесі. 3 күндік сазан балығының дер нәсілдері осылай масадай болады. Күздің күні алақандай қылып өсіреміз. Алақандай болып өскенге дейін мамандар арпалысып жұмыс істейді. Өйткені уылдырықтан дер нәсіл, одан шабақ шығару өте күрделі құбылыс. Уылдырығы алынатын балық түріне қарай жеке өсіріледі. Шаруашылықтың тоғандарында қыстап шыққан балық дәл осындай қарапайым тәсілмен аумен сүзіп алынады. Одан соң арнайы цехқа апарып, уылдырығын сығып алған соң қайтадан шаруашылықтың басқа тоғандарына өсім ретінде жіберіледі. Ауланған әр балықтың аналық пен аталық анықталған соң салмағы өлшеніп, кешеннің ішіндегі қазандықтарға жіберіледі. Ал бірнеше күннен кейін уылдырық алынады. Біз қазір аналық аталық жұмысын анықтады. Мынау аналық. 2017 жылы қайта жаңғырған зауыт қазір тұқы мен ағамур балығын өсіріп жатыр. Тұқы өңірдегі өзен-көлдерде бұрыннан бар, ал ағамурдың уылдырығынан дер нәсіл, одан шабақ шығару алғаш рет қолға алынды. Ағамур балығын табиғи су айдындарда балықтандыру. Бұл жобаның ең басты ерекшелігі бұл 3-ші балық өсіру зонасы болып саналады аймағы. Сол жерде амур балығын қолдан өсіру негізі қиын. Көп практикада қолданылмаған, бірақ біз осы шаруашылықпен бірлесіп, сол практиканы жасап енгізіп жатырмыз. Шабақ өз қореген табалатындай болғанда тоғандарға жіберіледі. Жалпы 1960 жылы құрылған зауыт соңғы 30 жылда қолдан қолға өтіп, соңында банкрот болды. Тек 2019 жылы республикалық балық өсіру ғылыми шаруашылығына берілді. 2019-да келген кезде миллион дана шабақ алатын болсақ, былтырғы жылдың көрсеткіштері бойынша 5 миллион данаға дейін жеткіздік. Негізгі қазіргі осы кейіптің қуаттылығы 13 миллион шабақ данасын алуға дейін қуаттылығы бар. Бұл қуаттылықты ары қарай 50 миллион данаға дейін өсіруімізге болады. Қазір шаруашылықта 30-ға жуық адам тұрақты еңбек етеді. Барлығы да ауыл тұрғыны. Ал шабақты Абай, Павлодар, Ақмола, Қарағанды облыстарына жіберіп келеді. Шығыс Қазақстан Олжас Керейхан, Нұржан Қалекенов, ұлттық арна.